Қайырлы күн достар, бүгін мен бір жасағаннан ақ шығатын сырникидің рецептісімен бөлісемін. Бізге міндетті түрде творог қажет, және де бір жұмыртқа, оның үстіне бір ас қасық шекер саламыз. Барлығын бірге блендермен езіп аламыз. Біздің творогымыз сұйық болуы қажет, яғни осындай формада болуы қажет. Енді барлығын бірге шанышқымен араластырып аламыз. Салмамыз қоюлану үшін үстіне бір ас қасық немесе 2 ас қасық ұн саламыз. Және де барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Бізде осындай форма шығуы қажет. Енді ыдысымызға ұн себеміз, және де қолымызды да кішкене ұндап аламыз, себебі қолымызға қамыр жабыспауы қажет. Видеода көрсетілгендей етіп форма жасаймыз. Енді табамызға сары май саламыз, және де ол жақсылап еруі қажет. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Біздің сырникилеріміз дайын болды. Міне осындай болып пісуі қажет. Егер де сіздерге менің рецептерім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Барлықтарыңызға ас болсын.